Сәлем достар, жаңа сериал арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Махаббат ертегісі телехикаясының 29-30 бөлімін баяндап беретін боламын. Ендеше кеттік. Бүгінгі бөлімде Жанфиза Махирге бірдеңе болды деп алаңдап тұрады. Ол оған қоңырау шалғанымен жауап ала алмайды. Сүрия мен атасы да оны уайымдап жүреді. Жанфиза әкесіне келіп, Махирге не істедің деп ұрсып, Махирді табуын өтінеді. Асафқа Афет қоңырау шалып, Мұстафаның өлгенін жеткізеді. Оны жәбір өлтіргенін, Сыла Селимде екенін айтады. Ол Асафқа, егер тойды тоқтатпасаң, мен сенімен ажырасамын деп ескертеді. Асаф не істерін білмейді. Селимге Кürшат хабарласып, Махирге сен тұзақ құрдың ба деп сұрайды. Ол Махирдің жоғалып кеткенін жеткізеді. Ол Селимге Борис Махирге қастандық жасамасын, әйтпесе жоспарымды өзгертемін дейді. Селим амалсыз келіседі. Жанфиза әкесіне, егер Махир аман есен келсе, сенің дегеніңді орындаймын деп айтады. Рашидке Селим звондап, Кürшат сонда болғасын әдейі Махирді жұмсап жібердің ғой, солай ма дегенде, Рашид оған бос сөз айтпа дейді. Селим оған, егер Кürшат маған қызына келсе, мен оған сен 20 жыл бойы жинаған құжаттарды беремін деп қорқытады. Рашид Савашқа звондайды. Саваш оған, Орхан айтып үлгермеді. Махир менің артымнан түсті. Менің бетпердемді шешпекші болды. Мен Махирді байқамай атып алдым дейді. Рашид болса, егер Махир өлсе, мен сені өлтіремін деп ескертеді. Жанфиза Махирді алаңдаумен болады. Бір кезде Махир тойға кіріп келеді. Асаф Афеттің сөзін есіне алып тұрады. Селим тапаншаны алып, екеуі үйленсе Сыланы өлтіретінін айтып бопсалайды. Неке қызметкері Жанфизадан жауап алмақ болғанда, ол біраз ойланып отырады. Бір кезде Махир Кürшатты байқап қалады. Ол қызымды алмай ешқайда кетпеймін дейді. Кенет Жанфиза Махирге мен саған күйеуге шықпаймын дейді. Махир оны түсінбей тұрады. Ол орнынан тұрып әкесімен кетіп қалады. Махир Жанфиза деп айқайлайды. Кürшат болса қызын сүйреп алып кетеді. Махир есінен танып құлап қалады. Оны ауруханаға алып кетеді. Сүрия Мехметтің өлімін еске түсіріп қиналып жылап тұрғанда Афет оны көріп құшақтап алады. Жанфиза Махирдің сөздерін есіне түсіріп келеді. Эзра Кürшатқа ұрсумен болады. Селим бұл жаңалыққа қуанып жүреді. Бір кезде оған жәбір келеді. Ол Сыланы алып кететінін айтып, Сылаға әкесінің қайтыс болғанын жеткізеді. Рашид Салихтан болған жағдайды біліп, Махир оянғанда хабар бер, менің шаруам бар деп кетіп қалады. Афет Асафқа бұл некеге қарсы екенін айтып жатырғанда, Асаф түсінде ұлын көргенін, бұл оның берген аяны екенін айтып, мен бұл тойды ұлым үшін жасап жатырғандай сезіндім. Сонша жылдан кейін оның өтінішін орындамақ болған едім. Жанфиза келіспей кетіп қалғанда, Махир өліп кете жаздады. Егер бұған сенің қатысың болса, сен далада қаласың, соны ойлай бер дейді. Рашид Савашқа келіп, сен не істегеніңді білесің бе? Әкесін өлтірдің, енді ұлына көштің бе деп ұрсады. Ол Савашқа, енді ешкімге көрінуші болма дейді. Сара мен Мавеш Денизлиге қайтпақ болады. Алайда Мавеш ұлын ойлап табу үшін осында қалмақ болады. Сара оның өтінішін қабылдайды. Ол Салихке хабарласуды ойлайды. Селимге Жанфизалар келеді. Ол оның құрметіне от шашу атып, қуанып билеп жүреді. Жәбір Сыланы алып кетеді. Селим Жанфизаға намысына тиетін сөздері мен тиісумен болады. Кürшат Селимге анасы екеуі Жанфизаның жанында қалатын жеткізеді. Сыла Севданы көріп, оны құшақтамақ болғанда, Севда оны ұрып жібереді. Ол Сылаға, сен не бүлдірдің деп сәби туралы білетінін айтады. Сыла оған бұл жөнінде ешкімге тіс жармауын өтінеді. Севда оны Мұстафаның өліміне кінәлап, кімнің баласы екенін біліп алады. Ол Сыланы итеріп жібергенде, Сыла құлап қан жоғалтады. Кürшат анасына бұл жоспардың бір бөлігі екенін, ол Жанфизаны соңына дейін қорғайтынын жеткізеді. Махир түсінде әкесін көріп, әкесі оған қандай жағдай болса да сөзіңде тұр, ешқашан берілме деп қолдау білдіреді. Махир есін жияды. Селим Кürшатқа уәде еткендей, оның бүкіл қылмысы жиналған бөлмеге әкеледі. Кürшат екеуі қол алысады. Кürшат оған, бізге қауіпсіз болатын пәтер керек дегенде, Селим, Жанфиза менімен қалады дейді. Кürшат, некеге дейін бұл мүмкін емес деп қарсыласады. Селим Кürшаттың ұсынысына келіседі. Рашид өзінің бөлмесіне келгенде, құжаттары жоқ екенін көреді. Сара Салихтың үйіне келіп орналасады. Жанфиза Махирді ойлаумен болады. Селим Махирге келіп, Жанфиза оның жанында екенін айтады. Ол оған тойға шақыру қағазын тастап кетеді. Махир дереу орнынан тұрып, ауруханадан кетпекші болғанда басы айналып құлап қалады. Рашид Селимді көріп, мұнда нағып жүрсің деп сұрайды. Ол болса, Жанфиза екеуміз үйленеміз, Махирді тойға шақыруға келдім дейді. Ол Рашидке, сен, мен және Кürшат барлығымыз жиналып отбасылық бизнесті талқылауымыз керек дейді. Рашид үнсіз тұрып қалады. Махир Селимнің сөздеріне ойланып отырады.
Оның жанына ата-әжесі келеді. Атасы одан хал-жағдайын сұрағанда Афет жағаласып, ол қыз туралы ойлама деп өз ойын айтады. Махир болса, ол менің әйелім деп Жанфизаны жақтап, ол бұлай істемес еді. Бұл жерде бір шикілік бар дегенде, атасы оған Селим Сыланы тұтқынға алып, оны келуге мәжбүрлегенін айтады. Махир ашуланып, бұл Сыланы неге маған байлап қойдыңдар? Бітпейтін салт-дәстүрлерін құрсын деп ренжиді. Афет екеуі сөз таластырады. Махир болса, ол қызға үйленем деп райынан қайтпайды. Селим Жанфизаға келіп шақыру билетін алып келеді. Оны әжесі Күршатқа келіп, мен саған сенбеймін, сен қызыңды бұл шайтанға бермеймін дегенің қайда, мынау не деп ашуланады. Сүрия үйде Жанфиза Күршаттың қызы екенін айтқанын ойлап берекетсізденіп жүреді. Оны Афет көріп, не болды деп сұрағанда, ол Мехметті уайымдап жүргенін айтады. Афет оны аяп кетеді. Ол Сүрияның күтушісі Сюзанды алып келгенін жеткізеді. Махирге Салих келеді. Махир бұл болып жатқан жағдайларға Рашидтің қатысы бар деп күмәнданып отырады. Ол ауруханадан қашып кетуді жоспарлайды. Афет сыртта Ферманмен сөйлесіп отырғанда ас үйде адамдар топырлап жүргенін көріп сонда келеді. Бір кезде олар Афсина ханымды көріп қалады. Ферман оның кім екенін жасыру үшін өтірік айтуға мәжбүр болады. Селим Рашид пен Күршатты кездесуге әкеледі. Селим оларға отбасылық бизнес туралы жоспарын айтады. Күршат Рашидке серіктес болуға ұсыныс тастайды. Рашид болса, Жанфизаны Махирден тартып алып, не жоспарламақсыңдар? Ол одан ешқашан бас тартпайды. Мен оны білемін. Ол сендерден өш алуға кіріседі, сақ болыңдар дейді. Жәбір ауруханаға келеді. Севда оған, мұнда ағып жүрсің деп тиіседі. Ол Жәбірге сыла түсік тастағанын айтып, енді қызыңда немерең де жоқ деп ауыр сөздер айтады. Асаф дәрігерден Махир ауруханадан кетіп қалғанын естиді. Махир Селимнің үйін торуылдап отырады. Селим Жанфизаға көйлек әкеліп, тезірек жиналуын бұйырады. Махир Селимнің үйден шығып кеткенін байқап қалады. Салих оның үйіне келіп, қызметшілерге біреуді іздеп жүргенін айтып, бейне бақылауды қарауға келгенін жеткізеді. Ол кезде Махир үйдің ауласына өтіп, күзетшілерге шабуыл жасайды. Ол үйге кіріп, Жанфизаны алып кететінін жеткізеді. Жанфиза болса, онымен кетуге келіспейді. Селим оларды камерадан қарап, Эзра әжесін тапаншамен қорқытады. Жанфиза Махирге, мен әкеммен қаламын, әкемді таңдадым дегенде, Махир, мен сен үшін бәрінен бас тарттым, тіпті әкемді де ойламадым, сонда сен мені алдадың ба дегенде, Жанфиза, мен бұл не екенін бұзамын дейді. Махир оған, мен сені ешқашан ұмытпаймын деп сөз беріп кетіп қалады. Достар, менің арнамнан тағы да қандай телехикаяларды көргілеріңіз келеді? Комментарийға жаза кетіңіздер. Арнамнан алыстамаңыздар. Назарларыңызға рахмет.